Үндемес ит. Ерте заманда үй жануарлары түйе, сиыр, қой, жылқы, ит бәрі бас қосыпты. Түйе тұрып, менің адам баласына пайдам шаш етектен. Көшсе көлікпін, сүтімнен шұбат ішеді, жүнімнен неше түрлі киім киеді деп мақтаныпты. Бұдан соң қой, сиыр, жылқылар да өз қасиеттерін айтып, асып тасады. Олар осылай шалғып отырғанда, ит үнсіз қалғып мүлгіп жата береді. Сонда түйе: «Әй салпаң құлақ, неғып аузыңа құм құйылып қалды? Ауыз толтырып айтатын ештемең жоқ ау сірә» дейді. Сол кезде бұл әңгімені қожайындар да тыңдап тұр екен. Ит болмағанда ол сендерді күзетпегенде, қасқыр бәріңнің де түбіңе жетер еді депті. Бұл жөн сөзге жануарлар сөз қайтара алмай қалыпты.